Малда да бар жан мен тән, ақыл мен сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса дейтіні бар Хакім Абайдың. Жалпы 18 мың ғаламда барша жаратылыстардан адамды ерекшелейтінде осы ақыл. Енді діни мәтіндерде, хадистерде мен ақыл сенің адамдарды жазалаймын, сен ақыл адамға сый көрсетемін деп айтады. Енді біз өткен батыс шығыс философиясын қарап отыратын болсақ, ақылға әртүрлі пікір ойлар білдірді. Енді бүгін ақыл ұғымын Абай контекст шығармашылық негізінде қарайтын. Бәрекелді. Аға, енді сізге әуелі мынандай сұрақ. Абайда ақыл түсінігі қалай көрініс табады? Жақсы. Жалпы осы Абайда ақыл ең жоғарғы инстанцияда тұр. Ең жоғарғы. Мына Абайдың дүниетанымдағы ең биігінде ақыл тұр. Шын мәнінде ол Абай қайналғанда ол Құраннан алып отыр. Құранда айтады, бұл кітап ақыл иелеріне арналған дейді. Яғни ақылдылар мен ақылды еместер, білімдері тең бе дейді. Егер сенде білімдерің жоқ болса, ақыл иелерін сұрап алыңдар дейді. Яғни Құранда үнемі ақыл иелеріне акцент беріп отырады, олардың артықшылықтары туралы. Пайғамбарымыз айтқан ғой, ғалымдар ақыл иелері дейді, олар пайғамбардың мирасқорлары деген. Ғалымдар, яғни ақыл иелері Бани Исраилдің пайғамбарларының дәрежесіне тең деген. Тамаша. Сондан мынау ақыл өте биік неде тұр Абайдың дүниетанымында. Сондан Абай айтады, бір іске келсеңіз, ақыл сенбей. Ақыл сенбей. Ақсақал айтты, бай айтты, кім айтса мейлі ол айтты, ақыл сенбей. Сонда не? Абай айтып отыр, ешқандай авторитетке сен жығылма дейді. Неге? Ақылың сенбей тұрып дейді. Ол қайдан алып отыр дегенде пайғамбарымыздың құдси хадисі бар екен. Қандай ғұлама пәтуа айтса да жүрегінде дейді. Ал ақыл жүректе болады, негізі шын ақыл жүректе болады. Егер жүрегінде күмән болса қабылдама дейді. Сонда шәкәрімнің маған әулие айтса да пайғамбар айтса да ол маған шәкәрім Абайдың осы идеясын жері жеткізеді ғой. Әулие пайғамбар айтса дағы ақыл қабыл алмаса ол маған жат дейді. Енді Абай шығармашылығын қарап отыратын болсақ, ақылдың түрлерін, көп түрлерін осыған тоқтала кетсеңіз. Енді Абайда ақыл өзі екі түрлі болады. Суық ақыл және нұрлы ақыл дейді. Мысалы Абайдың ана әйгілі өлеңі бар ғой, әуелде бір суық мұз ақыл зерек, тұла бойы жылытқан ыстық жүрек дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, мынау суық ақылда Абай ол рационалды ақыл, суық ақыл дейді. Суық ақыл негізі хайуанда болады. Жалпы суық ақылды адам өте қауіпті. Неге? Өйткені суық ақыл, мына кімнің Мариетта Степанянцтың философик аспект суфизмі деген кітабында айтады, суық ақылдың негізгі критерийі ол калькуляция дейді, есептеу. Ол есепке құрылады. Ал енді адам есепке құрылса, ол хайуаннан бетер болып кетеді. Сондан сол суық ақылды жылытып отыратын жүрек. Сол суық ақыл жүрекпен байланысқа түсіп, жүрекке бағынған кезде ол нұрлы ақылға айналады екен. Нұрлы ақыл дейсіз. Нұрлы ақыл. Сонда Абай айтып отыр, үш ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жыр жүрек дейді, жыл жүрек. Сонда ол енді Абай қайдан отыргенде қазақ оны баядан айтып кеткен. Абай айтқан, ақымақтың ақылы білегінде болады, ақылы жүрегінде болады дейді. Енді мына философиядағы рационалды, иррационалды ойлау деген сөз бар. Сонда осы ақылға да қатысты болып тұр ғой. Әлбетте. Сонда Абай айтады ғой, ақыл мен хауас барлығын, ақыл деген ақыл, рационалды ойлау, хауас сезім. Сонда Абай айтады, ақыл мен хауас барлығын, яғни Алланың барлығын білмей тұр. Алланы жүрек сезеді дейді. Жүрек сезеді. Жүрек сезеді. Мүттә калемен мантиқин бекер босқа езе тұр дейді. Мүттә калемдер мантиқтар бұл ақыл иелері. Яғни рационалды Алланы тану жолындағы біреу логиктар, біреу жаңағы қаламшылар. Осы екеуінде Абай айтып отыр, бұлар босқа езеді дейді. Неге? Өйткені Алла тағаланы рационалды тани алмайсың. Өйткені Алла тағаланың ақылы өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі, өлшеусізді өлшеулімен тани алмайсың дейді Абай. Бірақ ақылды жүрек сезеді дейді. Өйткені Алла тағаланың хадисі бар екен, құдси хадисі. Мен ешқайда сыймаймын. Мен ғаршы күршіге сыймаймын, мен лаухул махфузға сыймаймын. Мен адал құлының жүрегіне сыямын деген құдси хадис бар екен. Жақсы, енді сіз жаңа суық ақыл, нұрлы ақыл деген түсіндірдіңіз. Мынау өмірде бұл қалай көрініс табады? Мысалы, байлыққа жетуде суық ақыл рөл атқаратын сияқты. Бірақ бұл жерде мындай ғой, сіз мысалы суық ақыл ол интеллектуалдық байлық. Интеллект жалпы суық болады өзі. Нұрлы ақыл рухани байлық. Егер сіз байлыққа жетер кезде рухани суық ақыл интеллектіңізбен бірге руханилық ақылыңызды қоса жетілдіріп отырмасаңыз, сіз хайуан болып кетесіз. Түбінде депрессияға ұшырайсыз. Ал рухани ақылын жетілдіріп отқан адам сол суық ақылмен тапқан байлығын игілікке жұмсай бастайды.
благотворительность мысалы, иә, жақсылық жасау, осының бәрі нұрлы ақылдан келіп шығады. Мен бердім, сен де бересің деген суық ақыл. Суық ақыл. Мысалы, ол суық ақыл дегенде былай ғой. Мысалы, мен осындай студенттерге мысалды келтіремін. Мысалы, бір адам канавада құлап жатыр, мас болып, иә, суық ақыл иесі айтады. Мен болған іштеген, жатса жасым, өлмес өлім қапсын дейді. Бұл суық ақыл иесі. Сол кезде жүрек іске қосса, жүрек айтады, әй, үйде айтпасайшы. Неге? Өйткені ол адамның баласы ғой, ішсе бір себебі бар шығар. Ертең сен де сол жолдың жиегінде мас болып құлап жатпасына кім кепілдік береді дейді. Тамаша, бәрекелді. Жақсы, енді ақыл бар дедік. Бір қызығы, ақыл адамдар әртүрлі болды. Иә. Мәшһүр сөз айтады, біреудің ақылы машамдай, біреудің ақылы құрттай кішкентай деген. Енді осы ақыл бар дедік. Енді осы ақылды өсірудің жолдары қалай? Дұрыс айтасыз. Тереңге бармас, үстірттер тәрбие қылу керек дейді ақыл. Бәрекелді. Сонда бұны Мәшһүр Жүсіп айтқан, кейін шәкәрім айтқан, Абай да айтқан. Сонда шәкәрім айтады, ақыл деген денеге егулі дән дейді. Дән. Егулі дән. Суарылса кіреді оған да жан. Ақылдың өсіп өніп көркеймегі, көрген білген нәрседен ғибрат алған. Көрген білген нәрседен ғибрат. Кейін бұны прозамен Мәшһүр би деп айтады, біреуге Алла тағала тарыдай ақыл береді, біреуге дорбадай ақыл, біреуге арбадай ақыл береді. Бірақ сол тарыдай ақылдың өзі иесін қара жұмыстан құтқарады. Тамаша. Ол ақыл қалай құтқарады дегенде, ақыл өскен кезде ғана. Оны қалай өсіреміз деген, сен қара дейді. Біреу жетістікке қалай жетті, одан ғибрат ал дейді. Қара дейді, біреудің ісі көтінен кейін кетіп жатыр дейді. Қара, ол неге оның ісі көтінен кейін, оған да ғибрат ал дейді. Соны жақсыдан да жаманнан да үйренсең, ақылың өседі дейді. Тамаша. Сіз енді осы біздің 21 жаста өмір сүріп жатқан осы ақыл иелерін айтасыз, біз үлгі аларлық көрменге бір өзіміз жаңағы Абай айтқан деңгейден шығып отқан. Әлбетте. Мысалы, ол ақыл иелері бар. Бізде мысалы ақыл иелері бізде мынау Асқар Жұмаділдаев деген математик бар, бәрін ақылмен өлшейтін. Бірақ ол кісі кейде суық ақыл басым болып кетеді. Бірақ енді жақсы үлгі көрсетіп жүрген бір ақыл иелері. Сосын мынау ақыл мен жүректі қатар ұстайтын, мысалы Мұхтар Тайжан деген саясаткер жақсы өсіп келе жатыр. Тамаша, бәрекелді. Олар өте сондай. Негізінен Абайдың үлгісін ұстаған. Абай айтады ғой, жаңағы көп адамдар қазір дауласып жатыр, мысалы ютубта, фейсбукта жүректі түсінбей. Ол жүрек деген ол қан айдайтын нәрсе ғой. Жоқ, ол жүрек деп өзі рухани жүректі айтып отырмыз. Сонда Мәшһүр Жүсіп айтады, сондай түсінбейтіндіктерін біле тұрып, осындай даудың болатынын біле тұрып, адамдар рухани жүрекпен қан айдайтын жүректі шатастыратынын біле тұрып, әулие Мәшһүр айтады ғой, ондай жүрек дейді, ондай қойдың басында жүрек итте де бар дейді. Тамаша. Итте де бар дейді. Егер адам солды қойдың басындағыдай жаңағы жабайы жүрекпен қалып қоятын болса, ол адам тар ауданды жабайы адам болып өмір сүреді дейді. Сондықтан ол бірінші туу адам. Адам екінші рет туған нәпсі мен шайтанның арасын бұзып өтіп дейді, екінші рет дүниеге келеді дейді. Сол кезде адамда рухани жүрек пайда болады екен. Сонда қазақтың жаңағы, бала кезімізде біз тіресіп қалған кезде бір айтады, менімен тіресу үшін 2 туып кел деп. Сол екінші туу деген осы екен. Екінші туу деген рухани жүрек иесіне айналу. Тамаша. Бәрекелді. Сондан ол Абай айтады, сондан адам дейді өзінің ақылын дейді, суық ақылын рухани жүрекке бағындырып отыру керек дейді. Соңғы инстанция, соңғы сот, прокурор жүрек болу керек. Неге? Өйткені ақыл адам жақсылыққа да бастайды, жамандыққа бастайды дейді. Тамаша, бәрекелді. Ендеше бүгінгі сұхбат өте рахмет. Алла разы болсын. Жақсы.